арнайы үндеу жасаған президентіме үлкен інісі ретінде өкпелімін. Араша түспегеніне өкпелімін. Президентіміздің қасында жүрген кейбір қаскөйлердің болғанына өкпелімін. Президентіміздің ақадал сенгішлігін пайдаланып, қасында жүргендердің ол кісіні көп нәрсе жайында басқа пікір қалыптастырып жүргеніне ашынамын. Сондықтан да мен бұл үкімді қабылдамаймын. Тұңғышбай Жаманқұлов енді президентке кіріп шындықты жайып саламын дейді. Мен елбасыма да кіріп шығуға тырысамын. Егер қабылдаса, осы жағдайды айтып шығамын. Бұрын қазақи әдептілікпенен, қазақи тәрбиелікпенен, інілікпенен, кішілікпенен көп нәрсені айтпай, ол кісінің көңілін бұзбау үшін аузымды тартып, тілімді байлап жүрген едім. Енді мен неден қорқамын? Мені сүйемейтін елдің берген наградасын маған бір тиын. Ал Тұңғышбай Жаманқұлов